Ассалаумағалейкум warahmatullahi wabarakatuh. Мен Бумин. Осындай сәлем деп препарат боламыз. Бұл қандай режимдер, тренер оқыған режимдер. Бүгін бізде қандай қарекет етсеңдер, нақыл туралы тоқсан қайтып емпі қайтып тексеретін боламыз. Осы қалдың қайсы мықты екенін тексеретін боламыз. Давайте видеоға ең өттен басында комментарий жазыңдар. Алды болсақ қазір мына жерден 4x прицел аламыз. Давайте қайтып мынадан 2 аламыз. Өйткені тағы да бітті. Короче, енді біздер пистолет алып алып, пистолет типін ғой. Аптечка алайықсыздар. Ема қашан қай алайық сен ма? Енді біз ойынға кететін боламыз. Енді келер алдында бір емпі-40-пен 90 оқып алайық. Біздің алдымен емпі-40-пен ататын боламыз. Бір дегенде управлениесі қандай екен. Басталса енді біз бір тура атып чай өлетін боламыз. Ертеңдер өзіме сондаймын. Басталғанда өлем, одан кейін барып айттым ғой ема. Атып чай өлем ғой ема. Мына жерде бір ема драғашпен атады ғой. Ема осындай крисаларға неместен демеші. Осындай крисалар драғашпен атады ғой ема. Бірдеңе П90 тексеріп көрейік. Давайте достар. П90 тексеріп көрейік мә. Уже аталмаймын П90. Кәне келемін П90. Аталмаймын не бәле ема достар. Қай қалды ема анау. Ема мына жерде ашық надақсам жаман достар. Енді қайтеміз енді жақтағы аптечкамды бітіріп екен. Ема енді қайтеміз енді. Аптечка істеп жатқан адамдарды атам. Бірақ өзім оқып қалам ғой сонда да жүгіріп барып жатамыз. Ема управлениясы жақсы екен. Нормально. Енді мына жерге үйдің ішіне өтіп кетіп аспақ өтіп еді ғой. Қырықсан намысындасың ба? Сені мен көрмей қалды ғой деп едім. Бұлай кіреміз де. Мықты ана жүресің ба? Ема проводна тимейді ғой. Кеше басқа. Ема түспейді ғой ема. Осындай кезде жатадың ғой берекет. Ема берекет алсыңдар ғой өзіне. Машин кейін өтпесіңдер ғой осындай кезде. Осындай кезде бір пилот сұрап жатқан кезде. Атасыңдар ма драпашпен атпай қойсайшы ема. Драпашпен атпай қойсайшы ема. Қоймайсыңдар ғой болды міне. Қоймайсыңдар да. Бірақ та маған көрсетемін сендерге. Жақыннан атқанға жақсы екен. П90 дейді ма. Еще атын қаптап жатыр ғой. Нишак. Ема ата бермеші ма. Тупой. Жазасың енді П90 нормально екен. Былайша енді мына жерде крыса отыр екен. Жәшіктің астында өзімен енді емпі тексеретін боламыз. Мына жаққа қырғын атып кетіп жатыр екен. Қазір тексеретін боламыз. Вроде бәрін оған жақсылап ше. Емпі-40. Ема өлсейші ема өліп. Вроде бәрін нормально. Ема плюс 99 ойнап жүрмін ғой. Ема атақтай ғой осындай кезде берекет бар ғой. Шөп. Мына жерде біреу жүр екен, мынаны атасайық. Ема осындай кезде қатар ғой. Ема достар фокусқа атып деймін ше. Кәттап ойнап жіберейік. Енді вроде бәрін нормально. Енді П90 бәрінше келіп жатыр. Енді сонда да емпі-40 нормально атады енді. Рейтинг көтеретін кездерде. Ема аналар шалап жүр. Айтпақшы біздер П90 емпі-40 атады. Осындай кезде тигізбейсіңдер ғой. Еще бір видео түсіретін кезде берекет болайық. Ема қайда қашып бересің? Осындай кезде маған атқыза берушіңдер ғой ема. Түсінбесейші ема. Осындай кезде берекет болсыңдар ғой. Берекет болды ғой. Енді бәрі нормально енді. Біздер тағы да бір шығып бір енді оружие оқып келейік. Енді вроде бәрі нормально екен енді. Емпі-40 П90 енді оружие нормально істемдер бар енді. Енді біздер қандай мықты екенін дегенде біздер МК-мен П90 дегенде П90 емес. Біздер осы мықты істеп жүрші болса деді ма. Екеуіне түскен ғой по идее барып енді ойнай берсек болады. МК-мен бакеші енді. Ема енді осындай кезде берекет болады ғой ема. Вроде бәрі нормально. Бір жыл жасап қалмадыңдар ғой ема. Осындай кезде берекет алсыңдар ғой ема. Мен бір жыл жасадым тым құрғанда. Жоқтан жақсы енді. Мына жерге тұрсақшы кішкене. Мына персонажды ашып алдым өзім. Атсайшы ема. Молодецсің ема. Қуады маны драбашпен не істеп жүр? Еще драбашпен атпайды, бірақ драбашпен жүр ғой. Енді былай енді біз намысты тексеріп көрейік, енді қалай қалайтатын. Содан кейін басқа мықты тексеретін боламыз. Енді бірінші бөлім мықты тексерсек, енді екінші бөлімде басқалай мықты тексеретін боламыз. Вроде бәрі нормально, мына ату қиын. Енді бұған да плюс қоямыз өйткені ату управлениесі нашар. Енді біздер қандай мықтымен атамыз дегенде. Енді кейбір мықты скин жоқ демеші енді. Енді мынаған аламыз, МК-ны ұстаймыз. Достар енді менің атымда қандай мықты екенін білмейсіздер. Пилумут и Памов. Достар енді Памов мықты ма, Пилумут мықты ма? Біз енді бірден Пилумутты тексеріп көрейікші. Вроде маған күшті қызық болып тұр, Пилумут мықты демеші. Пилумутпен ойнағанда ауыр демеші. Атқан кезде управлениесі күшті да. Бірақ қозғалтқан кезде қозғалта алмайсың ема маған. 4x4-пен алып ұмытып кетіппін ғой. Прицел деуші едім ема. Бірақ вроде нормальный прицел дейді екен ема. По идее нормально. Ишак бүйтіп бүйтіп кішкене жатыр ғой. Ема мынау уақытты ма? Енді бәрі нормально. Енді қазір бір килл бар. Мә өлсейші. Менің киллдарым болады ғой ема. Осындай крисалар нормально дейші енді. Енді неғып тұрсың ба сен атияшпен жіберген соң басқа. Неге өлмей қалдың бауырым? Еще шығып келіп жатады ғой крисалар. Енді қайтеміз. Крисалар ғой енді қайтеміз. Крисалар ғой енді қайтеміз. Еще мен блика қоғам қойған ғой. Ена же не істесам? Ох ты криса. Маған шықпақшы болған ба? Мә кет жот. Істейші ма ол бағандам жетесін емес. Ема шығып кетім прикинь. Үстіне шығады нормально. Ешіне өлмей басшиш. Ема мына жерде жүрді ғой шақ. Пилумутпен атамыз бірақ оғымыз тимейді бірақ біз қашып кетеміз. 18 қақпамыз қалды мына жерге отырамыз да. Енді келіп алайық. Ема анау енді пилумутпен
Соған қосып қоямын енді памс деп ататын боламыз енді памс деген енді уже біздің бұл қолжазбамызда бір кіло бар памспен енді памстардың скины бар енді менде енді памс деген скин күшті болады да неменемен точно дос боламыз ба точно дос боламыз деп жатсам болады мә уже памспен үшінші кило жасадық былтыр мына тұрған психолог қайма мына көрсеңші берекет болсын билет тұрбадым ғой ма мысалы сиган пофигға пұлдар жынды ше кісін кісі бірден түсіріп тата береді енді русский болса регионым енді былайша айтып қоясың ғой ма билет түсіріп жатырмын енді берекет алмай жатқанда шешем ай енді орысша білмейсің да орысша ау жаным ау осымен нешінші болып жатыр комменттерін ұмытып қалдым хотя ешкімді беремін бірақ өзім оқимын ғой ма осындай кейбір жолда туралы кететін немелер болатын ше ана еще жаным ұмытып жатыр ғой ше жаным кетпеді ма не біраз кетіп бердім ғой ма мә жатшы ше ма еще екі жақтан қылып има қой жоққан декриса қай жерде доңғалық бар има ах декриса айтып отырған болды ғой сейчас но берекет алды ғой доңғалаққа шығайын дедім ма енді өте бәрі нормально братан қойта салсайшы ма и бір жолата жібере салсам нелерің кетеді ма братан жібере салды ма ау мамочка мынау 15 ақ салсын мен мына үшінші ойнамайық ма мен мына жаққа барып келейінші ма осындай кезде берекет алады ғой ех де ма осы жерде де шеш ах де криса сені мен дүние алады ғой деп беремін жат криса деген енді әдемі криса болайын деп отырмын енді берекетін алмай ақ қояйын достар енді берекетін алмай ақ қояйын мына жерде ема шығамын оған еще достар видео аяқталды ғой назар отбасында комменттеріңдер енді біздеріңіз бүйтіп бөліне берейік шыға салып берсем ғой енді нормально біз памс табамыз өйткені прикол деген әдемі қайтып сібірден алады ма не білмеймін сібірден алады ғой пиломуттер және памс табайық енді төрт екеуін біреуіне глушак біреуіне тағы да глушак ой мынау жоқ болғандай екеуіне бай нормально енді бір-екі немен аптечка алсам нормально я сразу атсам ал достар енді біздің видеомыз аяқталды давайте оны салып айтсам